Қазіргі Моңғолия жері ежелден бері түркілердің мекені болатын. Қазір көптеген ежелгі түркілердің іздері Моңғолиядан табылуда. Шығыс түркі хандығы да Моңғолияда болатын. Кейін біріккен ұйғыр табғаш соққысынан құлағанда Найман хандығы, Керей хандығы, Жалайырлар, Қоңыраттар, Ойраттар секілді бірнеше хандықтар мен тайпаларға бөлініп кетті. Шыңғыс хан бірқатар қазақ тайпаларын біріктіріп, Қазақстан аумағындағы Хорезм империясы, Қидан хандығы мен Қыпшақ хандығын күйреткен соң, Найман, Керей, Қоңырат, Жалайырлардың басым көпшілігін Дешті Қыпшаққа көшіріп алып кетті. Себебі Дешті Қыпшақ Моңғолиядан гөрі әлдеқайда шөбі шүйгін, құнарлы болатын. Дегенмен аздаған бөлігі ата мекенде қалуды жөн көрді. Алтын орда заманында көшпей қалған түркілерді қалмақ деп атап кетті. Олар өздерін ешқашан қалмақ деп атамаған, қалып кеткендер деген мағынадағы бұл есімді оларға қазақтар қойды. Босап қалған Моңғолия аумағына көрші жақтан көптеген шүршіттер қоныстана бастады. Қалып кеткен қазақ тайпалары мен манжурлердің араласуынан қазір біз білетін моңғол халықтары пайда болды. Кезінде шүршіттердің Цин империясы мен Қытайдың Сун империясын жаулауға көптеген қоңыраттар мен жалайырлар аттанған болатын. Олар бұл екі империяны сәтті жаулап, Юань империясының негізін салды. Юань империясы артынан қытайлардың бас көтеруінен құлағанда, көптеген түркілер Моңғолияға қайтадан қашып, солтүстік Юань империясының негізін салды. Дегенмен, көшіп келген түркілер бұл жақта бірқатар қиындықтарға душар болды, себебі ойраттар Арық Бұға ханның ұрпақтарын қолдайтын. Бұл екі арада тақ пен билікке талас тудырып, түркілердің өзара қақтығысына алып келді. Шыңғыс хан кезіндегі қазақ тайпаларының кейіннен ұзақ жылдар бойы манжурлер, яғни шүршіттермен және қытайлармен араласуы олардың жаңа этнос болып қалыптасып, қазіргі халқа моңғолдарының пайда болуына түрткі болды. Қытайда билікке келген Минәулеті 1372 жылы Құбылай мұрагерлеріне қарсы жорыққа шықты. Дегенмен Білікту хан мен Көке Темір бастаған әскерлерден ойсырай жеңілді. Өз кезегінде түркілер де қарымта шабуылға шығып, оңтүстік Манчжурияны басып алса да, аштыққа ұшырап Мин империясына берілуге мәжбүр болды. Шүршіт Қытаймен араласқан түркілер осы кезден бастап өздерін халқа деп атай бастады. Минәулетімен соғысу халқаларды қатты әлсіретті. Ендігі кезде қауіп ойраттардан төніп тұрды. Халқалардың арасында таққа талас туындап, есудер ойраттардан көмек сұрап барды. Ойраттар қуана келісіп, Халқа ханы Тоғыз Темір әскерін күйрете жеңіп, оған ажал құштырды. Ойраттардың көмегімен есудер билікке келіп, өзін халқалардың ханымын деп жариялады. Осы кезден бастап халқа моңғолдар ойраттардың ықпалына түсіп қалды. 1449 жылы 20 мың біріккен халқа ойрат әскері Пекинге жол тартты. Оларды 500 мың Қытай әскері қарсы алып, сұмдық қан төгісі орын алды. Нәтижесінде халқалар мен ойраттар құраған бар болғаны 20 мың адам 500 мың Қытай әскерін күйретіп жіберді. Қытай патшасы қолға түсті. Бұл таңғажайып жеңіс патшаны босату үшін қытайлар үлкен алым төлейді деп ойлаған Есентайшы аттың басын бұрды. Дегенмен қытайлар мемлекет мүддесі императордан маңызды деп көк тиын да бермеді. Ақыры Есентайшы Қытай патшасын 4 жылдан соң жайына жіберді. Есентайшының өлімінен соң ойраттардың билігі әлсіреп, халқа моңғолдар тәуелсіздік алды. 1479 жылы билікке Мөңке Баду келіп, өзін Даян хан деп жариялады. Ол әскерлерден төмен жасақтап ойраттардың ықпалын түбегейлі жойып жіберді. Күшейіп алған халқа моңғолдар 1495 жылдан бастап енді қытайларға тісін батыра бастады. Даян хан моңғолдардан әскер жасақтап, батыс пен солтүстіктен бағытталған жеңімпаз жорықтар жасады. Даян ханның кезінде моңғолдар өте қуатты мемлекеттердің біріне айнала білді. Одан кейінгі кезде де моңғолдар күшейіп, Қашауғой хандығының негізі салынды. Олар хандарын алтын хандар, яғни алтын деп атады. Біріккен халқа моңғолдарының әскері көптеген аумақтарды басып алды. Олар шығыста шүршіттерді, солтүстік қырғыздар мен хақастарды және көптеген ойрат тайпаларын және қазіргі Қытайдың бір бөлігін жаулап алды. Шешек ауруының шығуы моңғолдарды қиын жағдайда қалдырып, сауданың тоқтап қалуына алып келді. Сол үшін олар Қытайға шапқыншылық ұйымдастырды. 17 ғасырда ойрат тайпалары күшейіп, Қара Хула Тайшының бастауымен Жоңғар хандығының негізін салды. Бұл халқа моңғолдар мен жоңғарлардың арасында үлкен соғысқа алып келді. 1609 жылы ойрат халқа соғысында халқалар жеңіліс тапса да, 1614 жылы 80 мың әскермен басып кірген халқа моңғолдар жоңғарларды күйрете жеңіліске ұшыратты. 1615 жылы Қара Хула әскерін де ойсырата жеңіп тастады.
1620 жылы Қара Ертіске дейін созылған жоңғарларды бағындырып, артынша жоңғарлардың біріккен әскеріне тағы да жойқын соққы берді. Ұзақ жылдарға созылған қалқа-жоңғар соғыстары қалқа-моңғолдарын қатты әлсіретіп, ақыры олар шығыста қатты күшейіп кеткен шүршіттердің Цин империясының ықпалына 1691 жылдан бері түсіп қалды. 1758 жылы Жоңғария құлағанда, жоңғарларды жаппай қырудағы шүршіт Қытаймен қоса қалқа-моңғолдарды қатысып, жоңғарлардың түбіне жетті. 1911 жылы Шанхай революциясы орын алып, Қытайда шүршіттердің Цин әулеті құлағанын пайдаланған моңғолдар да бас көтерді. Олар 1915 жылы автономия алса да, 1919 жылы Қытай әскері басып кіріп, автономияны жойып жіберді. Дегенмен орыстар көмекке келіп, біріккен моңғол-орыс әскері 1921 жылы Қытай әскерін 5 есе көп болғандығына қарамай жеңіліске ұшыратты. Солайша моңғолдар 1921 жылы тәуелсіздігін жариялады. Бұл Кеңес одағының мүддесіне сай келді, себебі олар Қытаймен арада Моңғолия секілді буферлік зона болғанын қалады.